8-ші хадис. Жұмақтық әйел. Ата бен Аби Раббах былай дейді: маған Ибн Аббас, саған жұмақтық әйел көрсетейін бе деді. Иә дедім. Анау қара әйел деді. Ол әйел Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, барып, менің көпірме ауруым бар, мен ашыламын. Есімнен талып құлағанда үстім ашық қалады. Одан құтылу үшін Аллахқа дуға ет деді. Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, сабыр ет, жұмаққа кіресің. Егер қаласаң, саған шипа беру үшін Аллахқа дуға қылайын деді. Әйел: сабыр етемін, бірақ мен ашыламын. Аллахқа дуға жасаңыз, мен ашылмайтын болайын деді. Пайғамбарымыз да оған дуға жасады. Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, барған қара әйел Суайра есімді Хабаши тегінен шыққан әйел екендігі жайында деректер бар. Ғалымдардың айтуынша, көпірме ауруы медициналық ауру болып саналады. Ондай адам жүректің қысылып, ауру нәтижесінде ауа жетпей есінен айырылып құлайды. Кейде мұндай ауру жын қаққанында болады. Жындар жақсы көрген адамдарын осындай ауруға ұшыратады. Сондай-ақ адамдар жындарды көре алмағандықтан, олардың отырған жеріне кіші дәрет сындырып немесе ыстық су төккендіктен оларды ашуландырып осылай жазалайды. Сондықтан Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, жылан, шаян, кесіреткі сияқты жәндіктер жын тектес жәндіктер. Кімде-кім осылардың біреуінің үйінде көрсе, оған 3 мәрте бұл жерден дереу кет десін. Егер оған кетпейтін болса, оны өлтірсін. Өйткені ол шайтан деген. Жоғарыдағы хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, дуға сұраған әйелге 2 жол ұсынған: егер қаласаң, сабыр ет, немесе шипаны қала деп ерік берген. Дәл осындай жайт көзі көрмейтін адам жайлы да болған. Имам Биргиуи Тариқатул Мухаммадия атты еңбегінде осы жайтқа байланысты мынадай баға берген: адамға кесірін тигізетін нәрселерден құтылудың 3 жолы бар. Біріншісі, нақты. Аштық пен шөлдегеннен нан мен су арқылы құтылуға болады. Екіншісі, нақты емес, мүмкін. Қан алдыру, ыстықты суықпен, суықты ыстықпен емдеу және жазылармын деген үмітпен дәрі қолдану. Үшіншісі, қиялдау арқылы. От жағып, түтін түтетіп, ұстау арқылы емдеу. Осылардың ішіндегі нақтыны мойындамау тәуекел еткенге жатпайды. Тіпті харам болып есептеледі. Ал қиялдау жолын мойындамау тәуекел етудің шартына кіреді. Өйткені Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, қиял жолы арқылы емделуді мойындамағандарды тәуекелге жатқызған. Жазылармын деген ниетпен орындалатын екінші жолға келер болсақ, мұны медициналық жолмен емделу десек те болады. Мұны қолдану тәуекелге ешқандай кедергі келтірмейді, әрі мұны қолданбаудың ешқандай әбестігі жоқ. Бұл деген сөз барлық нәрсені жаратқан және қиындықтарды жеңілдеткен Аллах тағала екенін ұмытпау. Яғни мұндай қиындықтарға душар болған кезде Аллах тағалаға тәуекел ету әрине орынды. Бірақ шыдамдылықпен сабыр еткен мұсылман аурудың дертін тек Аллах тағаладан тілесе, сөзсіз ол сауапты іс. Егер бұлай болмаса, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, ол әйелге сабыр ет деп айтпас еді. Қорыта айтар болсақ, дәрігерлер мен дәрінің ауруға шипа беруі нақты себеп бола алмайды. Ал сабыр етіп, дәрі қолданбаған жағдайда мұсылман күнәһар болмайды. Бірақ дәрігер мен дәрінің себепші екенін біле отырып, шипа беруші Аллах тағала деп ойлағаннан кейін дәрі ішу тәуекелге кедергі болмайды. Өйткені Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Аллах тағала берген әрбір дертінің шипасын да береді деген. Сондай-ақ емделудің де бірнеше жолын көрсеткен. Оның өзінің де кейде дәрі-дәрмек ішкен кездері болған. Кейбір хадис кітаптарында медицина жайлы бөлімнің орын алуы бұған айтқан дәлел бола алады. Бірақ сонда да хабашилік әйел секілді шешім қабылдау үлкен ерлік. Мұндай іске бел буу екінің бірінің қолынан келе бермейтіндігі тағы бір шындық. Өйткені басқа түскен бәлекетке сабыр ету әркімнің қабілеті мен түсінігіне қарай өзгереді. Жаратушы Аллах тағала басқа түскен ауыр іске сабыр сақтаған адамның дәрежесін көтеретінін ұмытпаған жөн. Хазіреті пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Аллахтан денсаулық сұраңдар дегеніндей, Аллах тағаладан үнемі екі дүниенің амандығын сұрауымыз керек.